Айтпақшы, маған кеше сіз iPhone ұтып алдыңыз деп жазды. Шын ба? Қуанып қалған шығарсың. Алғашқы 3 секундында, бірақ сосын миыма жетті. Дұрыс, бүгін біз алаяқтардың қалай жұмыс істейтінін және оларға қалай алданбауға болатыны туралы сөйлесеміз. Алдымен көңілге қорқыныш ұялататын сандарға назар аударайық. Себебі әрбір 8-ші қазақстандық алаяқтардың құрбаны болған. Әрбір 8-ші қазақстандық бұл адамдар ақымақ адамдар емес. Жай ғана алаяқтар психологияны жақсы біледі. Олар адамның сеніміне кіреді, қорқыныш ұялатады, сараңдыққа әсер етеді. Адамдар өз қолдарымен ақшаны ерікті түрде аударып жатады. Мынау ең танымал жоспарлар. Біріншісі банктен хабарласады. Саған банктен өте сыпайы бір адам хабарласады. Ол саған сенің шотындағы ақшаға қауіп төніп тұр дейді. Оны қорғау үшін SMS арқылы келген кодты айтыңыз дейді. Олар сендіріп сөйлейді. Даусы сенімді, сөзі нық. Бір ереже есінде болсын. Банктың шын қызметкері ешқашан SMS-ке келген кодты сұрамайды. Ешқашан. Бұл алаяқтардың басты белгісі. Екіншісі фишинг. Олар саған шынайы сайт сілтемесінен айырмашылығы жоқ сілтеме жібереді. Сайтқа карточка мәліметтерін енгізесің. Бітті. Сенің карточкаң алаяқтар қолында. Қалай тексеру керек? Сайт мекен-жайына қара. Артық әріп, дефистің орны басқа жерде. Бұл басқа сайт деген сөз. Әрқашан сайт мекен-жайы HTTPS-тен басталуы керек. Үшінші жоспар жылдам ақша табу. 5.000 теңге салып, 50.000 теңге тап. Үйде отырып, тәжірибесіз, 200.000 айлық тап. Қызықтырады, е? Бірақ тегіннің аты қымбатқа түседі. Егер бірі оңай ақша туралы айтып жатса, бұл не өтірік, не заңсыз бірдеңе. Жарайды. Онда ережелерді бір қайталап өтейікші. Ешкімге карта номерін CVV код пен SMS-тен келген кодты айтпайсың. Қосымша тек ресми дүкендерден алынады. App Store, Google Play, сілтеме арқылы өтіп алып деген жарамайды. Күмәнді сайттарға кірмейсің. Тіпті танысың жіберсе де, оның аккаунтын бұзған болуы мүмкін. Мейрамханада немесе сауда орталығындағы тегін Wi-Fi-дан төлем жасап немесе ақша аудару үшін қолданбау керек. Ондай жерде ақпараты жылдам ұрланады. Ұтыс ойындарында ақшаны аударып, ұтысты алу жалған, әрдайым жалған. Алаяқтар өте ақылды. Бірақ сен енді олардың қалай жұмыс істеу керек екенін білесің. Оларға қарсы басты қару асықпау керек. Соңғы мүмкіндік, жедел, дәл қазір деген сөздер бір сәтке тоқтап, еш жиюға себеп. Осыны өз атынан айтып бер. Олар бізге қарағанда осындай алаяқтарға жиі ілініп қалады.